Ал енді мынау Ер Оспанның айналасын арып қарайтын болсақ, ол кісінің үйінің іші той, сырты базар болып жатуы не үшін керек болды? Немесе соның қандай бір пайдалы тұстары болды деген мәселе. Ол кісінің өз алдына бір үлкен мектеп ретінде қарастыруға да болады Оспанды. Өйткені ол кісінің қасында көптеген жанына ұстаған әншілері, күйшілері, өнерпаздары, тіпті мынау алуан түрлі шеберлері болған. Осы кісілердің ой алуы үшін және өзінің өнерлерін сырттан келген қауымдардың өнерімен, сырттан келген шеберлердің әдіс тәсілдерімен байытуына, толықтыруына, басқа елдің мәдениетін қабылдауға, әсіресе ән өнерін, күй өнерін, қиса ертегі айтып отыратын адамдар болған. Ондай адамдар келсе, Оспан балаша қуанып, соларды жата жастандырып не қылатын болған. Тіпті ондай кісілердің үлкенді кішілі кемшіліктерінің өзін кешіріп жіберетін болған. Мынау енді бір ақын кісі болды, айтпай-ақ қояйық, Абайдың шәкірт ақындарының біреуі, өрескел бір қателік жібереді, ел тағдырына қатысты мәселеде жаңағы үлкен сомаға елдің басты кісілерінің үстінен жалған арыз жазылады. Бұл тарихи факты. Осы мәселеде ол кісі өзінің мінін біліп Оспанның алдына келе алмай жүреді. Оспан өте сыйлайтын кісілердің бірі. Сонымен не керек енді, қанша жүреді? Біраз уақыт ортаға салып, жаңағы уақыт өтсе, уақыттың желі өзі істі тоздыра береді ғой, ең үлкен төреші уақыт деп айтамыз. Сонда қайтадан келген кезде Оспан өнері үшін ол кісінің жаңағы кішкентай деп айтуға келмейді, үлкен қателігін кешірген. Осындай мінездерге алып келуі Оспанның мына отбасы институтын дамытуда. Жаңағы Оспанның өзінде бірнеше өзінің отбасы бар. Сол отбасындағы мәдени көрсеткіштерді жоғары ұстауға, сонымен бірге рухани деңгейін жоғары ұстауына бұл нәрсе ауадай қажет болды. Және бұл қазақтың өзі отбасында, бай отбасылардың, әсіресе дегдар әулеттен шыққан кісілерде осындай байлығын, елге пайдасын көрсетіп жататын тұстары болған. Яғни ол жерде келген кезде қара халық ән тыңдап, өзінің рухани өмірін байытатын болса, ертегі тыңдап, өзінің бір ойлау жүйелерін дамытып жататын болса, көрген білген әңгімелерін тыңдау арқылы көз аясы кеңіп жататын болса, бұл елге тиген пайдасы. Біз пайда дегенде тек қана мынау зат алуменен, бір қайырымдылықтар жасауменен ғана өлшемеуіміз керек. Бұл рухани қайырымдылық деген мәселе біздің қазақ байларының тәжірибесінде өте бір үлкен ауқымды, маңызды институт ретінде қарастырылуы тиіс. Біздің тарихымызда не үшін кедейлеріміз, аш-жалаңаштарымыз жылап тентіреп қалмады? Солар неге шуылдап өзінің зар мұңын жалпақ жаһанға жарияламады? Ол жерде байлардың институты рухани жақтан да, заттық жақтан да жақсы жұмыс істеп тұрды. Ал әрине босып кеткен, тозып кеткен ауылдар болды, бәрібірдей жақсы болды деп айта алмаймыз. Олардың жерінде байлардың жұмыс істеу деңгейіне байланысты. Міне Оспанның айналасында естеліктерде қарайтын болсақ, олардың жалшыларының өзі кейіннен бай адамдар болып шықты. Оспан қайтыс болғаннан кейін Абай оларға жүздеп қой салып беріп, алдына жылқы салып беріп шығарған. Ал Оспан оларды кәдімгідей санасып отырып, солармен бірге оларды керек кезінде тыңдай отырып жалшының өзін осылай тәрбиеледі. Осының барлығы не үшін? Оспанның отбасылық институтының өте бір дегдар болғаны үшін. Біздің Оспан отбасынан, Оспанның әулетті басқару, байлықты ұстау отбасында және отбасының сыртқы ортамен қарым-қатынас мәселесіндегі тарихи тәжірибесінің өте маңызды және өте бай екендігін айғақтайды бұл.